Қайырлы күн, құрметті Трамвай подкастының көрермендері. Бүгінгі біздің қонағымыз мемлекеттік тілде еркін сөйлеп жүрген жастарымыздың бірі Шарупич Дарья Александровна. Дарья Александровна, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Дарья Александровна, ең бірінші сұрағым, қазақ тілінде қашаннан бастап қай кезде үйрендіңіз? Қазақ тілінде мен балабақшадан бастап үйреніп жүрмін. Яғни кішкентай кезімде ата-ана мені қазақ тұрпасына берген. Сонда апайлар мені қазақ тілінде деген құштарлығымды көріп, қазақ тіліне үйретіп, одан кейін қазақ мектебіне түстім. Бастауыш сыныпты ауылда бітіріп, осында Ыбырай Алтынсаринға 5-ші сыныпқа түстім. Содан бастап 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейін Ыбырай Алтынсарин қазақ мектебінде оқыдым. Керемет, өте тамаша. Яғни шынымен де қазақ тілі өзіңіздің туған тілім деп санайсыз ғой? Иә, негізі мен жас кезінен бастап қазақ тілінде ана тілінде сүйіп оқимын, жаттаймын, түрлі қазақ шығармаларын оқып, түрлі сайыстарға қатысып, қазақ тілін өз ана тіліндей санаймын. Керемет, Дарья, рахмет. Жеке өміріңізде, жұмыста, жалпы мына қазіргі қоғамда қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілін меңгеру сіздің өміріңізде қаншалықты өзгерістер әкелді? Жалпы қоғам қалай қабылдайды? Негізі мен қазақ тілінде сөйлегенім ол мен үшін үлкен артықшылық. Себебі басқа адамдар маған қарап, қандай да бір мотивация алады. Мысалы, менің өзге ұлт өкілдерінің достарым, өзге ұлт өкілдері қазақ тілін қазір оқып жатқанда менен үлкен мотивация алып, қандай да бір кеңестер сұрайды. Ал мысалы қазақ адамдары өте қатты таңғалады. Керемет, әрине қызығады. Иә, қызығады. Жақсы, яғни біздің Дарья шынымен де қазіргі қоғамдағы жастарымызға үлгі болып жүрген азаматтарының бірі деп есептейміз. Құрметті көрермен, сонымен орай біздің Дарьямен кездесуіміз Абай күні аясында өтіп жатыр. Дарья, сіз қазақ мектебінде оқыдыңыз, әрине Абайдың шығармашылығымен таныссыз, дұрыс қой? Иә, әрине. Керемет. Абайдың шығармашылығы сізді неден баурап алды? Қандай шығармаларын білесіз? Негізі мен Абайды өзіңіз айтқан отырғаныңыздай мен мектеп кезінен бастап танысып отырмын оның шығармаларымен. Және оның шығармаларын оқи отырып, оның поэзиядағы көркем сөздігі мені өте қатты таңғалдырды және ерекше сезімге әкелді. Және оның ең сүйіп оқитын шығармалардың бірі ол интернатта оқып жүр, талай қазақ баласы. Яғни осы өлең шығармалары мен үшін өте маңызды сезімдерге әкелді. Себебі мен өзім ауылдың қызымын және басқа енді үлкен қалаға оқуға келгенде бұл өлең менің өмірлік, яғни ішкі жан дүниемізбен байланысты болды. Иә, байланысты болды. Сол себепті ол ең маңызды және ерекше сезімге әкеліп отырған шығармалардың бірі. Дарья, менен және біздің құрметті көрермендерден сізге өтініш жасасақ, Абай шығармашылығынан бір өлеңді оқып берсеңіз. Онда мен қазір осы интернатта оқып жүр, сол өлеңін оқып берсем. Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы, жаңа өспірім көгірім, бейне қолдың саласы. Балам закон білді деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ олардың шариғатқа шарасы. Орыс тілін жазуын білсем деген таласы, прошение жазуға тырысар келсе шамасы. Ынсапсызға не керек істің ақпен қарасы, нан таппаймыз демейді бүлінсе елдің арасы. Іждихатсыз мехнатсыз табылмас ғылым сарасы. Керемет, Дарья, өте жақсы, өте тамаша. Дарья, сонда сіз бос уақытта Абайдың өлеңдерін оқып жүрсіз деген сөз ғой, иә? Иә, оның өлеңдерін ғана емес, басқа да қазақ халқының
жазушыларның өлеңдерін оқып жүрмін. Керемет, Дарья. Бос уақыт демекші, жалпы немен айналысасыз? Жалпы қазіргі кезде мен Торайғыров университетінде биотехнология мамандығының 2-ші курс студентімін. Керемет. Сонымен орай қазір жазда жұмыс істеп жүрмін. Жақсы. Бұдан кейін, Дарья, қасыңыздағы жолдастарыңызбен, достарыңызбен қазақша сөйлесесіз бе? Негізі қазақ достарыммен мен қазақша сөйлеймін, бірақ өзге ұлт өкілдерінің арасында менде достарым да бар. Кейбір кезде олармен де қазақша сөйлеуге тырысамын, оларды үйрету үшін. Бірақ енді көп уақытта мен олармен орысша сөйлеймін. Дарья, қазіргі қоғамда мемлекеттік тілді меңгеру қаншалықты маңызды? Негізі мен өзім өз елімнің патриотымын, және мемлекеттік тілді білу маңызды деп есептеймін. Және жалпы қазақ жастарына да өзінің мемлекеттік тілін, яғни қазақ тілін білуге, сүюге маңызды деп санаймын. Жақсы. Шынымен де, құрметті көрермен, мемлекеттік тілді білу болашағымызға салынған берік көпір деп білеміз. Ал сұхбатымызды аяқтамас бұрын, құрметті Дарья, келгеніңізге үлкен рахмет айта отырып, сізден біздің көрермендерге, жастарымызға жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Құрметті жерлестер, жеріміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанның болашағы жарқын болсын. Сонымен, Дарья, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Еңбегіңіз жемісті болсын, оқуда озат болыңыз, сау болыңыз. Сау болыңыз.